Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен қазіргі заманға сай бейне сабақ түсірдің жаңа үлгісі және маңыздылығы жайлы қарастыратын боламыз. Осы тақырыпты қарастырғанда екі тәсілді қолданамыз. Бірінші тәсіл бойынша қарастыратын болсақ, ол эффектілерді қолдану тәсілі. Эффектілерді қолдану үшін бізге қолымызды былай жасасақ, бір зат пайда болады, мысалы, компьютер. Тағы бір эффектіні көрсетейін. Мысалы, жай ғана біз компьютерді қолданып отырамыз. Қолдану барысында компьютердің ішінде не болып жатыр, соның барлығы біздің мына жағымызда көрсетілетін болады. Ол да бір эффектілердің бір түрі. Егер де біз сабақ барысында осындай эффектілерді қолданатын болсақ, балаларға қызықты болады. Енді құрметті әріптестер, сіздермен бірге келесі тәсіл, ол LED тақтаны қолдану арқылы. LED тақта бізде неден тұрады? Ол шыныдан, маркерден және шынының бойын қоршаған мына светодиодты лентадан тұрады. Енді сіздерге мысал ретінде жазып көрсетейін. Бүгінгі сіз балаларға сабақ өту барысында тақырыпты жазасыз. Бүгінгі тақырыпты жаздыңыз. Сабақта түсіндіретін болсаңыз, суреттер салуға болады. Мысалы, компьютердің суретін салып, бұл екінші компьютерді салып, екі компьютердің байланысын осылай тақта арқылы бір-біріне көрсетсеңіз болады. Бұл да бір жаңа технологиялардың түрі, LED тақтаны қолдану. Және айта кететін жағдай, маркердің тек өзі арнайы LED тақтаға арналған маркер ғана болады. Кез келген маркермен жазсаңыз, мынау сияқты жарқырап көрінбеуі мүмкін. Және де жазған сөзіңізді жай ғана өшіргіштің көмегімен өшіріп, немесе мата қолдансаңыз да болады. Мата немесе басқа да оңай өшірілетін құралдарды қолданып, жай ғана қағазды қолдансаңыз да болады. Қағаздың көмегімен осылай өшіріп, қайта жазып балаларға сабақты түсіндірсеңіздер қызықты өтеді.